Үлкендер жалған өмір деп атаған бұл пәниде адамдардың ең жаман көретіні өтірік. Өйткені өтірік айтудан өсекшілдік, еріншектік, мақтаншақтық сияқты жағымсыз қасиеттер туады. Ал психологтардың зерттеуінше өтірік сөйлеу бала кезде қалыптасады екен. Олай болса, балаңызды өтірік айтудан ертерек тыйыңыз. Бұнысы әдетке айналып кетпесін. Ол үшін баланың неліктен өтірік сөйлейтінін анықтап алған дұрыс. Осы орайда қиын балалармен жұмыс жүргізетін клиникалық психологтардың ақыл-кеңестерін сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Бала неге өтірік сөйлейді? Психолог Бурука Мария 12 жасар ұлымен әңгіме барысында «Кейде сен өтірік айтасың, неге?» деп сұрапты. Баласы негізгі 3 себепті атапты. Бірінші, жағымсыз жағдайдан қашу үшін. Екінші, қалауын орындатқызу үшін. Және өзін сүйкімді етіп көрсету үшін. Бұл бір баланың пікірі. Әр бала осылай өзінің не үшін өтірік сөйлейтінінің себебін тауып береді. Әркім әртүрлі жағдайда өтірік сөйлейді. Сондықтан ата-ана баласымен дос ретінде әңгімелесе отырып сұраса, оның неге өтірік сөйлейтінінің себебін біле алады. Себепті білсеңіз, балаңыздың өтірік айтуын қойдыруға болады, дейді Бурука Мария. Бұл себепті анықтаудың және онымен жұмыс жүргізудің ең оңай тәсілі. Бірінші кеңес. Егер әркез балаңыз үй тапсырмасын орындап қойдым деп алдайтын болса, неге өтірік сөйлейсің деп ұрысқаннан нәтиже болмайды. Дұрысы, үй тапсырмасын орындадың ба деп емес, үйге қандай тапсырма берді деп сұрақ қойыңыз. Немесе, мен сенің үй тапсырмаларын әлі орындамағаныңды білем, кел бірге орындап тастайық деңіз. Жарты сағат уақытыңызды бөліп, балаңыздың үй тапсырмасын бірге орындау арқылы өтірік айтуды әдетке айналдырмауға болады. Доктор Роуз, өтірік айту көбіне қызығушылықтан туады дейді. Еңбектейтін жастағы бала айналасындағының бәрін ұстап көргісі келеді. Дәмін татып танысу үшін қолына түскеннің барлығын аузына салады. Ал тілі шығып, есі кірген кезде бала жаңа мінез-құлықты тексергісі келетін көрінеді. Яғни, алдай салсам, не болады екен? Мен сындырған жоқпын десем, неден құтылам деген қызығушылықпен өтірік айтады. Екінші кеңес. Өтірік айтқан үшін балаға жаза қолданған дұрыс. Бірақ әр өтірік сөз үшін жазалай бергеннен ешнәрсе өзгермейді. Оған түзелуге, өтірігін түзеуге мүмкіндік беріңіз. Мысалы, кесені сындырып қойып мойындамаса, «Иә, мен сындырдым» деп айтқызуға тырыспаңыз. Одан да сынған кесені қоқысқа тастатқызып, еденді сүрткізіңіз. Түс қағазға сурет салып тастаған ба, кім деп сұрап анықтаудың қажеті жоқ. Кім екенін білесіз ғой, өзіне тазалатқызыңыз. Өзіне сенімсіз балалар арасында өтірік сөйлейтіндер көбірек кездеседі. Өзгелерден ерекше көріну үшін, басқалармен салыстырғанда өзін талантты және тағы басқа етіп көрсету үшін де бала өтірік айтады екен. Үшінші кеңес. Мама, мен бүгін футболда 10 рет гол салдым. Осы сияқты өтірікті көп айтатын болса, жарайсың алтыным деп мақтамаңыз. Және өтірік бұл сенің қолыңнан келмейді деп те айтпаңыз. Дұрысы, мақтан сөзін естімеген сынай танытыңыз. Елеусіз қалдырыңыз. Әңгімені басқа тақырыпқа ауыстырып жіберіңіз. Қиялшыл, арманшыл балалар да өтірік айтуға бейім. Ол толық емес отбасында немесе балалар үйінде тәрбиеленсе, үлкендерден жазалау мен қаталдықты, қатарластарынан келемеждеу мен мұқатуды көп көрген бала өзіне ұнайтын өмірді армандайды. Арманы шынайы өмірде болып жатқандай ойлап, өтірік сөйлеуді бастайды. Мысалы, әкесі жоқ ұл сыныптастарына «Кеше әкем келді, бірге зообаққа бардық» десе, әке-шешесі көңіл бөлмейтін бала «Әкем маған көп ойыншық әперді, анам көп шоколад әкелді» деп өтірік айтады. Төртінші кеңес. Өтірік айтудың жаман қасиет екенін қанша рет ескертсеңіз де, жазаласаңыз да, кейбір бала бұл әдетін қоймауы мүмкін. Бұндайда онымен қарым-қатынасыңызға үңіліңіз. Баламен уақытты көбірек өткізіп, саябаққа ертіп барыңыз. Қыдырыңыз, махаббатыңызды көбірек бөліңіз. Ал егер бұл кеңестің ешқайсысынан нәтиже болмаса, арнайы маманға жүгініңіз. Маман балаңызбен жеке жұмыс жүргізіп, арнайы психологиялық бағдарлама түзеді.